Қазір біз сіздермен бірге талшықтармен танысып шығамыз. Талшықтардың ішінде химиялық, синтетикалық талшықтар. Ең бірінші лавсан, полиэтилен терефталат. Бұл полиэфирлі талшық. Не себепті? Себебі мономері терефтал қышқылы, екі негізді ароматтық қышқыл терефтал қышқылы және екі атомды спирт этиленгликол. Біреуі қышқыл, екіншісі спирт. Этерификация реакциясы, сол үшін түзілген эфир полиэфирлі талшық болады лавсан. Мономері терефтал қышқылы мен этиленгликол. Лавсанның физикалық қасиеті жоғары беріктік, қышқылмен сілте ерітіндісіне жарыққа төзімді болады, диэлектрик. Енді лавсанның қолданылуы ең бірінші парустар жасауда қолданады екен, парус жасауда және транспортер ленталар жасауда қолданылады. Келесі біздің танысатын талшығымыз бұл кевлар. Бұл синтетикалық, химиялық, полиамидті талшыққа жатады. Оның мономері терефтал қышқылы, лавсан сияқты терефтал қышқылы және екінші мономері пара фенил диамин. Яғни кевлардың мономерінде амин тобы бар, екі амин тобы бар. Кевлардың талшықтың құрылымдық буыны мына жерде көрсетілген. Енді бәріміздің есімізде кевлар бұл оқ өткізбейтін кеудеше жасауда қолданылады. Бронежилет. Оқ өткізбейтін кеудеше және жеңіл ұшу аппараттары жасауда қолданылады. Келесі талшығымыз капрон. Капрон талшығы полиамидті талшық. Енді мономері 6 амин капрон немесе 6 амин гексан қышқылы болып табылады. 6 амин немесе эпсилон амин капрон қышқылы. Капрон алынған талшық капрон бұл өте берік болғандықтан пластмассалар, автомобиль бөлшектерін, автошиналардың каркасын жасауда қолданылады. Балық ұстайтын торларды жасауда талшық ретінде қолданылады. Енді бізде мынандай сұрақ бар екен. Бұл капронның мономері құрамында амин және карбоксил тобы болғандықтан бұл эпсилон амин капрон қышқылы функционалдық топтары молекула ішілік әрекеттесуінен практикалық маңызы бар реакция нәтижесінде капрон талшығы алынатын жартылай өнім түзіледі. Бұл жартылай өнімнің аты эпсилон капролактам деп аталады. Яғни жартылай өнімі. Осы жартылай өнім эпсилон капролактамнан капрон талшығы алынады.